Құрметті қолданушылар, сіздерге курста сертификат қосу және алу функциясын ұсынамыз. Алдымен курсты тамамдаған қолданушының тарапынан қарасақ болады. Егер де қолданушы курсты 100% тамамдаса, онда оған сертификат бөлігі ашылады. Бұл жерде ол өзінің сертификатын жүктеп ала алады. Сертификатты осындай PDF форматында жүктеп ала алады. Немесе менің сертификаттарым бөлігінде бұл жерден де жүктеп алады. Бұл бетті QR кодпен өткен кезде өзге тұлғалар көре алады. Ал енді курс авторының тарапынан қарап көрсек болады. Курс авторы курсты өңдеу барысында бұл курсқа сертификат беріле ме жоқ па, соны белгілеу керек. Егер де бұл чекбокс таңдалған болса, онда бұл курста сертификат беріледі. Және сертификаттың форматын да өзгерте алады. Бұл үшін бізге өңдеу режиміне өтуіміз керек. Өңдеу режимінде сертификатты өңдеуге өтеміз. Осы жерде сертификаттың ішіндегі тексті тағы да басқа бөліктерін ауыстыра алады. Мысалы, сертификатты беруші мекеме. Білім инновация қоры болған кезде бұл жерде қордың президенті мен қордың логосы тұрады. Қазіргі кезде біздің жүйеде басқа мекемелер бар. Ол мысалы Adlight және құндылық. Осыған байланысты сертификаттағы лого мен сертификатты беруші тұлғаның есімі, позициясы өзгереді. Сертификаттың есімін өзгертсеңіз болады. Мысалы, статистиканың орнына басқа зат жазсаңыз болады. Сертификаттың қанша уақыт өткенде белгілей аласыз. Егер де оны қосқыңыз келмесе, жай ғана бұл батырманы басып, оны алып тастасаңыз болады. Сертификаттағы қалған заттарды да өзгертуге болады. Мысалы, белгіленген күнін басқаша жазғыңыз келсе, басқа тілде жазғыңыз келсе, осы жерде өзгерте аласыз. Маңызды заттың бірі ол топтық ID, яғни әр курстың өзінің ерекше қайталанбайтын топтық ID болу керек. Және екіншісі ол серийный ID. Демек, мысалы, сіз егер де оған дейін 50 кісіге сертификатты осы жүйеден тыс берген болсаңыз, сіздің сертификаттарыңыз біздің жүйеде 51-ден басталу керек. Осыған назар аудару керек. Барлық өзгерістерді енгізгеннен кейін өзгерістерді сақтап қоюға болады.